Сенімен бірге қыдырып, ішіп, жеп жүрген адамдардың барлығы достарың емес. Осы сұрақтарды өзіне қойғанды қалаймын. Олар сені жоғарыға көтерілуге көмектеседі ме, немесе сені төменге қарай итермелейді ме? Олар саған өсуге көмектеседі, немесе сені тоқтатып тұрады ма? Сенің ішінде бір ерекше нәрсе бар. Мен оны көріп тұрмын. Сенің қасында қыдырып жүрген адамдардың өз жоспарлары бар. Менің өмірімде де ондай адамдар болған. Маған жақындағысы келген адамдар өз мақсаттарына қолданды. Мақсаттарына жеткенде олар жоғалып кетеді. Сондықтан кез келген адамды досым деп айтуға болмайды. Дос сөзі еуропалық фронт сөзінен шыққан. Оның мағынасы жақсы көру. Олар сені жақсы көрмейді. Отряд дегеніміз командаға жиналған адамдар тобы. Олармен сен соғысқа барасың. Сен олармен күресесің. Олар сенмен күреседі. Сендер бірге күресесіңдер. Түсінесің ба? Нағыз досың сенің проблемаларыңды жоғалтып жібермейді. Бірақ нағыз дос проблемалар шыққанда жоғалып кетпейді. Қарасаң, жалған достарың көлеңкеге ұқсайды. Олар сенімен ең жарық уақытта айналаңда болады. Бірақ олар қараңғыда жоқ болады. Мен саған айтатыным, одан да түнде өзің жүрген артық. Күндіз жалған доспен жүрген өтірік досының құшақтағанына қас жауын ұрған артық. Түсінесің ба? Бәрі жақсы болып жатқан кезде дос болу оңай. Бірақ жағдай нашарлап кетсе, Опра бәрі сенімен лимузинге отырғысы келеді деп айтыпты. Өзің бұзылған және дала суық болса, жолдың шетінде сенімен бірге кім болады? Сөмкелеріңді үйге апаруға кім көмектеседі? Мен уағыздағым келмейді. Бірақ бұл сенің өмірің екі затпен байланысты. Сен сөйлескен адамдар және оқитын кітаптарың. Өзінің өсуінде өтірік доспен жүріп тоқтатпа. Мен қайтадан қайталаймын. Сенің ішінде бір өнер бар. Сол қоңырауға жауап бер. Өйткені сол қоңырау мәңгі болмайды. Олармен көп болған сайын талантыңды ашуға уақытың аз болады. Қоршаған орта маған және басқаларға әсер етпейді деп ойлау мүмкін. Менде саған бір ғана сұрақ бар. Суық тиюдің ең оңай жолы қандай? Суық деген адамның қасында болу дұрыс па? Онда негативті ойлау нәрсен кіммен болғанда аласың? Негативті ойлайтын адаммен болғанда. Адамдар өмірге бір мақсатпен айға, жылға, немесе мәңгілікке келеді. Сенің өтірік достарың уақыты өті. Енді сенің уақытың келді. Сен өсесің, өнесің, гүлденесің, өзің армандаған тұлғаңа айналасың.